Алаяқтар жалпы бізді қалай алдайды? Сол жайлы айтып кетейін мен сіздерге. Алаяқтар қай жақтарда жүреді? YouTube'да жүреді основной, одан кейін Telegram группаларда және де одан бөлек сол Binance-тың ішінде жүреді. Binance-тың ішінде основной анау чат бар ғой, сол чатта WhatsApp номер сұрайды, Telegram номер сұрайды, сол жақтардан көбісі алдап кетіп жатады. Не болмаса сол Binance-тың ішінде жаңағыдай бір алаяқтар сіздің номеріңізді алып, яғни осындай немен айналысасыз ба деген сияқты, яғни арбитражбен айналысасыз ба, мен сіздерге сыйлық жіберу арқылы типа осындай іс-әрекеттерді жасасаңыз подарка ұтып алуға болады деп. Бірақ сіз ол подарканы алған кезде ол ішіндегі ақшаларыңызбен қосып алып кетуі мүмкін. Кейбір адамдар сондай алаяқтық жолдар болады. Сіз қалай алданып қалғаныңызды ол жерде білмей қаласыз. Қараңыз, YouTube-тардан қалай алдайды сізді? YouTube-тан сіз мысалы связка деп іздеуіңіз мүмкін бүгіннен бастап, білмеймін, арбитраж деген не деп іздеп жатады көбісі. Арбитраждан қалай ақша табуға болады, криптовалютадан қалай ақша табуға болады деп іздеп жатады. Вот сол кезде ана жерде основной орыстар әдемілеп видео жасап қойған. 10% связка, 20% связка, 3%, 2%, 5% деген сияқты мүлдем былайша айтқанда болмаған связкаларды сізге болды деп көрсетеді. Яғни сіздердің ойларыңызды бірінші жеңіп кетеді. Яғни аз ақшамен көп ақша табуға болады. Бір кругтан осынша ақша табуға болады деп. Оның еще түрлері өте көп. Тереңдетілген түрлері бойынша мен сіздерге айтып кетейін. Ол жалпы қалай басталады процесс? Бірінші алданудың түрі сол YouTube каналда сіз сол бір 3% пайда көреді деген мысалға бір видеоны көрдіңіз. Ол видео басында қалай басталады? Сізге айтады, Binance биржасына тіркелесің, P2P-ға кіресің, USDT-ді сатып аласың дейді. Окей, ол жерге шейін нормальный, USDT-ді сатып аласыз. Бірақ сізге айтады, блокчейн арқылы басқа бір биржаға, яғни ол связка между биржовой связка болады. Яғни басқа бір биржаға ақша аударасыз, сол биржадан яғни ақша қып шығарып аласыз дейді. Яғни сізді основной айтуы мүмкін, USDT-ді сатып аласың, Binance-тың ішінде басқа, яғни лайткоинға ауыстырасың, болмаса білмеймін бір биткоинға ауыстырасың, эфирға ауыстырасың, болмаса бір мүлдем бір аты түсініксіз бір яғни бір монетаға ауыстырғызады сізге. Сол монетадан блокчейн арқылы жіберткізеді, ана биржаға ақшаңыз түседі, сіздің ол биржаны қарайсыз, көрініп тұрады сізге әдемі болып, бірақ та ол биржа скам болуы мүмкін. Көп жағдайда егер алаяқтар болатын болса, ол скам болады. Яғни скам деген сөз ол өтірік биржа. Яғни ана биржаның өзі, яғни платформаға оны айтишниктер, өте мықты мамандар қолданақ жасап ала салады. Яғни өздерінікі. Негізі ол жаңағыдай лицензиясы жоқ, заң жүзінде істеп тұрмаған биржалардың бірі. Яғни сіз сондай биржаға аударып қойдыңыз, ол жерден ақшаңызды сіз шешіп ала алмайсыз. Ол біріншіден. Мынандай жағдай болуы мүмкін, сіздер басында тура солай жасайсыздар, яғни кейбіреулеріңіз сенбейсіздер. Яғни айтасыздар, мен қазір 5000 теңгемен жасап көрейін. 5000 теңгемен жасап көресің, не болмаса 10 мың, 100 мың деген сияқты аралықта ақшамен жасап көрулеріңіз мүмкін. Ол бір рет мысалға сіз 10 мың теңгені жіберіп, ар жақтан 15 мың теңге шығарып алуыңыз мүмкін. Одан кейін сізге ана алаяқ айтады, сіз қазір егер $1000 салып, яғни салып сіз шығарғанда уже $500 пайда көрер едіңіз. $500 деген сөз уже 250 мың теңге. Сіз күніне осындай бір круг арқылы жасап табатын болсаңыз, сіз уже бір айда миллионер боласыз деген сияқты неше түрлі байып кетесіз, үй аласыз, машина аласыз деген сияқты неше түрлі сізді қызықтыратын әңгімелерді айтады былайша айтқанда. Содан кейін сіз басында сіз 10 мың теңге мен 5 мың теңге көрдіңіз, ол өте жақсы, бірақ одан кейін сіз $1000 не болмаса $2000, мүмкін 5 мың, $10 000 салып жіберіп жатқандарда қаншама. Сіз де сол секілді салып жіберіп, ар жаққа $2000 болған кезде шығара алмай отырасыз. Енді қараңыз, осы жерде алаяқтық іс-әрекет ары қарай дәлше жалғасады. Ол қалай жалғасады? Қараңыз. Мысалға сіз $2000 жібердіңіз, уже $2000 жібергеннен кейін ол жақта тұрады. Сіз ақшаны шеше алмай жатсыз, сізге айтады, техподдержкамен сөйлесіңіз. Техподдержкасымен сөйлесесіз, өзіңіз жазасыз. Сізге айтады, енді ана адаммен сөйлесіп жатқан болсаңыз да техподдержкаға жазып көресіз. Техподдержка сізге айтады, бұл ненің комиссиясы дұрыс түспеген, не болмаса сізге уже
жаңағыдай тез крупный ақшамен айналысқан үшін типа 90 күн күту керексіз, болмаса мынандай комиссияны төлеу керексіз, не болмаса тағы да $2000, егер сіз күнделікті айналдыру үшін тағы да $2000 салу керексіз деген сияқты сондай айтады. Яғни тағы да $2000 саласыз, сол кезде ана $2000-ыңызды шығарып айналдырып отыра аласыз деген сияқты неше түрлі. Болмаса бір комиссия төлеткізеді сізге, неше түрлі жағдайларды айтады. Болмаса ақшаңызды шығара алмайсыз. Егер ақшаңызды шығару үшін там 1 жыл күтуіңіз керек, 6 ай күтуіңіз керек деген сияқты неше түрлі нәрсе айтады. Тіпті ондай нәрсе айтпауы да мүмкін. Өмір бақи шығара алмайсыз, комиссия төлемесеңіз деп айтуы мүмкін. Одан кейін сіз сол бір комиссияны төлеуіңіз мүмкін, $2000 мүмкін, $3000 мүмкін, $1000 деген сияқты. Төлеген күннің өзінде де сізге дұрыс жібермедіңіз деп тағы бір айтады. Болмаса басқа, сіз одан кейін ана адамдарға айтасыз, тек қана күйіп кетесіз де, сіз айтасыз, енді мен одан артық не істей аламын уже. Енді ол адам талаптарын орындамайсыз ғой, уже күйіп кетіп, типа алаяқ екенін примерно түсінесіз да, типа алданғаныңызды да примерно түсінесіз. Түсінбесеңіз дальше тағы да саласыз оған, былайша айтқанда. Енді сол аралықта өткеннен кейін, тағы 1 айдан кейін ол алаяқтар тағы сізге звондайды бөтен номермен. Сіз телефонды аласыз, одан кейін сізге айтады, чтобы осындай уақытта сіз осындай биржадан ақша ала алмай қалған екенсіз. Ол биржаны біз қазір ұстап жатырмыз, олар алаяқтар, біз международный сотта жұмыс жасаймыз, яғни международный іс қозғаймыз деп айтады. Біз осындай алданып қалған адамдарға көмектесіп жүрміз. Біздің қызметіміз осындай тұрады деп, өзінің қызметін ұсынады сізге. Осынша ақша тұрады деп. Енді ол мысалға ол жерде қанша ақшаңыз жатыр? $10,000 болса, олар бір $5000 сұрауы мүмкін, $3000 болса, білмеймін, бір $500 сұрауы мүмкін деген сияқты әртүрлі өзінің қызметтерін айтады. Яғни оған сеніп те ақшаңызды аударып, яғни ана ақшаны алу үшін оған сеніп те тағы ақша аударып жататындар бар. Яғни бұл мошеннический схема, яғни ары қарай уже жалғасын тауып кете береді, тоқтамайды. Көп адамдар осыған дейін барып жатады. Осы жерде ақша салады, и түбінде ол айтады, жаңағы соттың өзі айтады, осындай, қазір біз проблеманы шешуге келдік, бірақ сіз ол ақшаны шешіп алу үшін тағы да өзіңіз мынандай документтерді және де осындай нәрсе, осынша ақша салуыңыз керек. Сол кезде ол сізге жаңағы соттан өндіріп береді деген сияқты неше түрлі әңгімелерді айтады. Тағы да сізден ақша алуға тырысады. Ол мошенниктер жаңағыдай сізден ақша ала беру үшін неше түрлі жолдарын былайша айтқанда айта береді. Сіз ана ішіндегі қалып кеткен ақшаны ішіңіз күйіп алу үшін былайша айтқанда біреуден қарыз аласыз, кредит аласыз, білмеймін, әркім әртүрлі нәрсе айтып, ең соңында былайша айтқанда басын ұстап қалып жатқан адамдар өте көп. Яғни мен сіздерге айтқым келеді, осындай ютубтан, басқа жақтардан бір связка деген нәрсені көрсеңіздер, лучше бірінші бір тексеріп, жақсылап қарап алғандарыңыз дұрыс жан-жақтан. Ол биржа қалай, лицензиясы бар ма, жоқ па деген сияқты неше түрлі нәрселерді қарап тексеріп алуларыңыз керек. Бір көрдіңіздер, оны бәріп жасап кете берудің қажет жоқ. Ол биржаның отзывы қалай жұмыс істеп жатыр, барлығын қарап тексеру керек. Әйтпесе бұл скам биржалар, скам монеталар деген өте көп, яғни алдап кететіндер. Сондықтан да оның барлығын тексерулеріңіз қажет. Жалпы телеграмдарда да тура осылай кездеседі. Телеграмда типа біз дроп боламыз, основной дроптар кездеседі. Ол жақта типа мен Америкада отырмын, мен мына жақта отырмын, давай бірге істесейік деген сияқты. Менде связка бар, там Binance-ның ішінен осылай жасаймыз, арғы биржаға өткіземіз, или болмаса Binance-ның ішінен осылай жасаймыз, келісеміз, давай сіз бізге ақша жібер деген сияқты неше түрлі нәрселерді айтып, сізден ақшаны алып жатады. Телеграмнан табылған дроптарға мүлдем сенбеңіздер. Дроптар жайлы жалпы мен келесі видеода тағы бір айтып өтемін. Қандай дроптармен істескен дұрыс, дроптардың пайдасы қандай, олардың қандай зияны сіздерге тиіп кетуі мүмкін. Солардың барлығын келесі видеоларда айтып өтетін болам. Жалпы дроппен істесудің, телеграмнан тапқан дроптармен істесудің қажеті жоқ. Жалпы сондай мошенниктарға жалайтын алданып қалмаңыздар. Және де сіздер Binance-та ордер арқылы жаңағыдай алып сатып алған кезде де кейбір елдердің азаматтарының адамдарымен, болмаса Қазақстан ішінде Telegram, WhatsApp арқылы жай араласып кетіп, бүкіл ақшамен айналысуға болмайды, яғни істесіп кетуге болмайды ол адаммен. Және де
Binance-тан тыс басқа жерде келісуге болмайды. Егер сіз Binance-тан тыс басқа жерде келісіп, оны Binance-тың ішінде алданып қалып жататын болсаңыз, Binance сіз үшін оған жауап бермейді. Сондықтан да сіз не нәрсе болса да, қандай жағдай болса да, Binance-тың ішінде сол чатта шешуіңіз керек. Яғни Binance сол үшін ашып қойған. Егер сол чатта шеше алмадыңыздар ма, онда апелляция беру арқылы шешсеңіздер болады. Яғни Binance өзі қарап отырып, Binance өзі тексеріп отырып, сіздердің проблемаларыңызды нақты шешіп береді. Былайша айтқанда, кім прав, кім не прав, былайша айтқанда барлығын шешіп береді. Сондықтан да мұқият қарап жүріңіздер. Жалпы осылай, алаяқтарға алданып қалмаңыздар. Осы нәрселердің бәрін мұқият ескеріп қараңыздар. Оңай жерде ақша жоқ. Соны ескеріңіздерші, оңай жерде ақша жоқ. Сондықтан да әр нәрсеге мұқият қарап, тексеріп, зерттеп істеңіздер. Главный мен сіздерге айтайын, осы арбитражда болсын, крипто саласында, егер алаяқтарға алданып қалмайтын жолды білсеңіздер, болғаны, қалған жолдарда уже сіздер в принципе ақша тауып тұрсыздар. Тек қана осыны білсеңіздер де жеткілікті.